Құрметті ата-аналар, қазір міне Алматы қаласында орналасқан 55-71 әскери бөлімінің 2020 жылғы сарбаздарының әскери ант қабылдау рәсімі басталуда. Қазір жеке құрам барлығы уже дайындықта тұрмыз. Баршаларыңызға бүгінгі мынау алғаш рет болып атқан онлайн режимде орналасқан әскери антымызды көріп, тамашалап, ұлдарыңызды сүйсініп, қарауларыңызды сұраймын. Және де айта кететін жағдай, дәл осы видеолардың барлығының сақталған түйінде жазбасы, мына біздің кеше жіберген афишаның ішіндегі YouTube каналы бар, 55-71 әскери бөлім деген. Сол YouTube каналдың ішінде ертең қайтадан көрулеріңізге болады. Қазір мынау әскери ант басталу рәсімі сәл бір 5 минуттай кеште бастадық. Суасына тікті! Назар ортаға! Айта кететін жай, осы Алматы қаласында 55-71 әскери бөліміне келген балаларымыз дәл қазіргі уақытта сапта тұрып, мынау әскери бөліміміздің жауынгерлік туын қарап тұр.
Ергі тұр. Құрметті офицер мырзалар, сержанттар мен сарбаздар. Бүгін біз сіздермен әскери бөлім тарихында тағы бір жарқын оқиғаны куәгері анықталғалы отырмыз. Оған себеп отан алдында азаматтық борышын өтеуге келген ер жігіттердің әскери ант қабылдау күні. Салтанатты сәтте жас ұландар туған жеріне адал қызмет етуге, өзіне жүктелген міндеттерді ұмытпай орындауға серт бермек. Қазақстан Республикасы президентінің қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің басқа әскерлермен әскери құрамдарының жалпы әскери жарлығына сәйкес біздің мемлекетіміздің әрбір азаматы ұлттық ұлан қатарына қабылданар алдында әскери ант қабылдайды. Бұл әскерде қызмет етудің мемлекеттік маңыздылығын ерекшелендіретін құқықтық және моральды саяси акті. Господа офицеры, сержанты и солдаты, сегодня в истории нашей части еще одна знаменательная дата. День принятия военной присяги молодым пополнением призыва 1-2020. Статья 36 Конституции Республики гласит: защита Республики Казахстан является священным долгом и обязанностью каждого его гражданина. Военная присяга – это основной и нерушимый закон воинской жизни. В ней отражены высокие благородные идеалы по защите нашего Отечества. Каждый военнослужащий, принимая ее, берет на себя обязанности, исполнение которых составляет смысл и цель прохождения военной службы. В присяге сочетаются требования государства, патриотические убеждения и личные моральные обязательства военнослужащих, и готовность добросовестно и честно выполнять свой конституционный долг. Смысл присяги – это священная клятва на верность народу Казахстана, его законно избранному президенту, правовое и нравственное обязательство защищать честь, свободу и независимость нашего Казахстана. День принятия военной присяги – необычное и не рядовое событие в жизни каждого подразделения. Военная присяга станет для каждого из вас тем самым важным нравственным и моральным ориентиром, который вы пронесете через всю свою армейскую жизнь. Тутопе! Орта! Адам! Бос! Оқу пункті бастығы ант қабылдау рәсіміне кіріс. Оқу пунктінің бастығы қазір жеке құрамында ант қабылдауға бұйырады. Рота командирлері мен взвод командирлері ант қабылдау рәсіміне кіріс! Қайырлы күн, құрметті ата-аналар және көрермендер. 2020 жылдың 11 шілдесінде оңтүстік өңірлік қолбасшылығының
55-71 әскери бөлімінің оқу пунктіндегі жас сарбаздардың отан алдындағы әскери ант қабылдауын көріп отырсыздар. Қазақстан Республикасының Конституциясының 36 тармағында жазылған. Қазақстан Республикасының қорғауы оның әрбір азаматының қасиетті парызы және міндеті. Жас сарбаздарымыз Қазақстан Республикасының қарулы күштерінің қатарына кіре отырып, әскери ант қабылдауда. Сіздердің назарларыңызға 2-ші оқу ротасының 3-ші оқу взводының 38 сарбазы, взвод командирі аға лейтенант Қуандықов Таңар, взвод сержанты аға сержант Бурбеков Қасымхан, бөлімше командирі сержант Тәңірберген Елдос, сержант Нұрланұлы Тимур, сержант Барак Ғабит. Бір ай көлемінде сарбаздар оқу жаттығуда саптық дайындық, атыс дайындығы, жауынгерлік дайындық сабақтарын өткен болатын. Бүгін сарбаздар үшін айтулы күн. Сарбаздарымыз әскери ант қабылдауға сақадай сай тұр. Сарбаздарымыз әскери ант қабылдауға дайындықтары өте жоғары деңгейде өтті. Взвод командирі және бөлімше командирлері аянбай тер төкті. Сарбаздың әскери ант қабылдау рәсімі өте жоғары деңгейде өткізілуде. Әскери ант әскери қызметке алынған азаматтың салтанатты түрде қабылдайтын анты. Әскери ант қабылдау жылдан жылға сақталып келе жатқан салтанатты дәстүр. Оның қазіргі заманғы мағынасы мен мемлекет қарулы күштерінің түпкі мақсат мүддесін, халық пен әскердің тарихи және ұлттық дәстүрлерінің сипатын көрсетеді. Әскери ант қабылдау маңызды құқықтық және саяси тәрбиелік шара. Әскери ант мәтін Қазақстан Республикасының президенті, қарулы күштердің жоғары бас қолбасшысы 1995 жылдың 25 тамызда жарлығымен бекіткен. Дамисхан Нұрболат қарулы күштердің қатарына кіре отырып, ант қабылдаймын. Және Қазақстан халқы мен оның заңды сайланған президентіне ақтық демем қалғанша адал болуға, өзімнің егемен мемлекетімнің конституциясы мен заңдарын қастерлеп сақтауға салтанатты түрде ант етемін. Статья 36 Конституции Республики Казахстан гласит, что защита Республики Казахстан является священным долгом и обязанностью каждого ее гражданина. Личный состав 3-го взвода 2-й учебной роты принимает военную присягу. Командир взвода, старший лейтенант Қуандық Танат, сержант взвода, старший сержант Бурбеков Қасымхан, командир отделения сержант Тәңірберген Елдос, сержант Нұрланұлы Тимур, сержант Барак Ғабит. Молодые солдаты принимают присягу на верность своей родине. Они прошли нелегкий путь, изучая военное дело, получив знания и умения в строевой и огневой подготовке. Но, как говорится, тяжело в учении, легко в бою. Молодые солдаты показали блестящие знания и умения по боевой подготовке. Родители ему гордятся. Личный состав 3-го учебного взвода с высоко поднятой головой вступит в ряды военнослужащих воинской части 5571 регионального командования ОНТУСТЫК Национальной гвардии Республики Казахстан. Военная присяга – это основной нерушимый закон воинской жизни. В ней отражены высокие и благородные идеалы по защите нашего Отечества. Каждый военнослужащий, принимая ее, қарулы күштердің қатарына кіре отырып, ант қабылдаймын. Және Қазақстан халқы мен оның заңды сайланған президентіне ақтық демем қалғанша адал болуға өзімнің егемен мемлекет конституциясы мен заңдарын қастерлеп сақтауға салтанатты түрде ант етемін. Өзіме жүктелген міндеттерді әскери жағдайлар мен командирлер мен басшылардың бұйрықтарын бұлжытпай орындауға әскери қызметін. Смысл присяги – это священная клятва на верность народу Казахстана, его законному избранному президенту. Правовое и нравственное обязательство защищать честь, свободу и независимость Отечества. Қазақстан Республикасына қызмет етем. Сапқа көп болады. Қатардағы Құрдабаев, Нұрбай әскер ант қабылдау маған кел. Лейтенант мына қатардағы Құрдабаев әскери ант қабылдау келіп тұр. Мен Қазақстан Республикасының азаматы Нұрбай Нұрбайұлы
қарулы күштер қатарына кіре отырып ант қабылдаймын және Қазақстан халқы мен оны заңды сайлаған президентке ақтен қалғанша адал болуға, өзімнің егемен мемлекеттің конституциясы мен заңдарын қастерлеп сақтауға салтанатты түрде ант етемін. Өзіме жүктелген міндеттердің әскери жарғыларын және командирлер мен бастықтардың бұйрықтарын бұлжытпай орындауға, әскери қызмет ауыртпалықтары мен қиындықтан табандылықпен көтеруге ант етемін. Әскери істі дәйекті оқып бұзсам, онда Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген қатаң жазаны кешуге әзірмін. Не оларыңыз әскери ант қабылдаған жайлы өздерінің қолдарын қойып, дәл осы сәттен бастап, дәл қазіргі осы уақыттан бастап қолдарыңыз Қазақстан Республикасына қызмет етемін. Қазақстан Республикасына қызмет етемін. Сапқадыр. Полот. Қатардағылар Нұрбай. Қатардағылар Лапушинский. Кабалов. Әскери ант қабылдаушы маған кел. Господин майор, рядовой Лопушинский, для принятия военной присяги прибыл. Я, гражданин Республики Казахстан, Лопушинский Виталий Владимирович, вступая в ряды вооруженных сил, принимаю присягу и торжественно клянусь до последнего дыхания быть преданным народу Казахстана и его законно избранному президенту, свято соблюдать Конституцию и законы моего суверенного государства, пресекая беспрекословно исполнять возложенные на меня обязанности, воинские уставы и приказы командиров и начальников, стойко переносить тяготы и лишения военной службы, обязуюсь добросовестно изучать военное дело, беречь военное и народное имущество, строго хранить военную и государственную тайну. Я клянусь быть мужественным и смелым защитником моей родины, государственных интересов независимого Казахстана. Если я нарушу принятую мною военную присягу, то пусть меня постигнет суровая кара, установленная законами Республики Казахстан. Служу Республике Казахстан. Служу Республике Казахстан. Полот. Есть. Серікбаев, Арипов, ант қабылдау үшін маған кел. Майор Мырза, қатарда Серікбаев әскери ант қабылдап келіп тұр. Мен Қазақстан Республикасының азаматы Серікбаев Мейірхан Талғатұлы қарулы күштер қатарына кіре отырып ант қабылдаймын және Қазақстан халқы мен оның заңды сайланған президентіне ақтемін қалғанша адал болуға, өзімнің егемен мемлекетімнің конституциясы мен заңдарын мен бастықтардың бұйрықтарын бұзбай орындауға, әскери қызметтің ауыртпалық қиыншылықтан табандылықпен көтеруге ант етемін. Әскери және халық мүддесін ұстауға, әскери және мемлекеттік құпияны қатаң сақтауға ант етемін. Мен өз отаным тәуелсіз Қазақстанның мемлекеттік мүдделерін ержүрек адыл қорғаушысы болуға ант етемін. Егемен заңдарында белгіленген қатаң жазаны кешуге әзірмін. Қазақстан Республикасы заңдарын белгіленген қатаң жазаға кешуге әзірмін. Әскери ант қабылдауларына құттықтаймын. Қазақстан Республикасына қызмет етемін. Қазақстан Республикасына қызмет етемін. Сапқадыр. Құппот. Қатардағы Дүйсенбай, Азылханов, әскери ант қабылдамаған кел. Аға лейтенант Қатардағы Азылханов, әскери ант қабылдауға келіп тұр.
Мен Қазақстан Республикасы азаматы Базылхан Нұрдәлі Ержанұлы қарулы күштердің қатарына кіре отырып ант қабылдаймын және Қазақстан халқы мен оның заңды сайлаған президентіне ақты демін қалғанша адал болуға өзімнің егемен мемлекеттік конституция мен заңдарына қастерлер сақтауға салтанатты түрде ант етемін. Өзіме жүктеген міндеттерді әскери жарғыларды және командирлер мен бастықтардың бұйрықтарын бұлжытпай орындаған әскери қызметтің ауыртпалықтары мен қиыншылықтар мен табандылықпен көтеруге ант етемін. Әскери істі дәйекті оқып үйренуге, әскери және халық мүлкін мұқият ұстауға, әскери және мемлекеттік құпияны қатаң сақтауға ант етемін. Мен өз отанымның тәуелсіз Қазақстан мемлекеттік қорғаушысы болуға ант етемін. Егер мен өзім қабылдаған әскери антты бұзсам, онда Қазақстан Республикасының заңдарына белгіленген қатаң жазаны кешуге әзірмін. Қазақстан Республикасында қызмет етемін. Құп бол. Абылханов, Кокушев, әскери ант қалды маған кел. Есть. Аға лейтенант Мырза, қатардағы Абылханов, әскери ант қабылдауға келді. Я гражданин Республики Казахстан, Кокушев Димаш Мухаммедалиевич, вступая в ряды народа Казахстана и его законно избранный президент, свято соблюдать Конституцию и законы моего суверенного государства. Присягаю беспрекословно исполнять возложенные на меня обязанности воинского устава и приказа командиров, начальников соток принести всякое решение воинской службы, обязуюсь добросовестно изучать военное дело, беречь военное и народное имущество, хранить военные государственные тайны и будущее и смелым защитником моего родины и государственных интересов. Если я нарушил принятые мной военные присягу, то пусть меня посадят в суровой каре в основе закона Республики Казахстан. Егер мен өзім қабылдаған әскери антты бұзсам, онда Қазақстан Республикасы заңдарына белгіленген қатаң жазасын кешуге әзірмін. Қазақстан Республикасы қызметі Республика Казахстан. Атара Саткен, Рейсов, әскери ант қалды маған кел. Полковник Мырза, қатардағы Саткен әскери ант қабылдауға келіп тұр. Полковник Мырза, қатардағы Рейсов, әскери ант қабылдауға келіп тұр. Мен Қазақстан Республикасының азаматы Рейсов Ерлан Қуанышұлы қарулы күштердің қатарына кіре отырып ант қабылдаймын және Қазақстан халқы мен оның заңды сыйлаған президентіме ақтық демін қалғанша адал болуға, өзімнің егемен мемлекет конституциясы мен заңдарын қастерлеп сақтауға салтанатты түрде ант етемін. Өзіме жүктелген міндеттерді әскери жарғыларды және командирлер мен бұйрықтарын бұлжытпай орындауға, әскери қызмет ауыртпалықтары мен қиыншылықтарын табандылықпен көтеруге ант етемін. Әскери істі дәйекті оқып үйренуге, әскери және халық мүлкінің мұқият ұстауға, әскери және мемлекеттік құпиялар мен қатаң сақтауға ант етемін. Мен өз отанымның тәуелсіз Қазақстан мемлекеттік мүдделерін ережелер батыл қорғаушысы болуға ант етемін. Егер мен өз қабылдаған әскери антты бұзсам, онда Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген қатаң жазаны кешуге әзірмін. Қазақстан Республикасына қызмет етемін. Қазақстан Республикасына қызмет етемін. Құп болады. Құп болады. Келусіз әскер ант қалды маған кел. Аға лейтенант, бізде Қазақстан Республикасының әскери ант қабылдауға прибыл.
Я гражданин Казахстана, Виталий Елисеевич Бахтарова, вступаю в ряды вооруженных сил и принимаю присягу торжественно клянусь до последнего дыхания быть преданным народу Казахстана и его законно избираемому президенту, свято соблюдать Конституцию и законы моего суверенного государства. Присягаю беспрекословно исполнять возложенные. Республики Казахстан. Есть. Қатардағы Ефрем Абдолданов. Мен. Маған кел. Болот. Қатардағы Абдолданов әскери ант қабылдауға келіп тұр. Господин старший лейтенант, рядовой Ефрем, для принятия воинской присяги. Мен Қазақстан Республикасының азаматы Абдолданов Алишер Дәулетұлы қарулы күштердің қатарына кіре отырып ант қабылдаймын. Және Қазақстан халқы мен оның заңды сайланған президентіне ақ демі қалғанша адал болуға, өзімнің егемен мемлекетінің конституциясы мен заңдарын қастерлеп сақтауға салтанатты түрде ант етемін. Өзіме жүктелген міндеттерді, әскери жарғыларды Қазақстанның мемлекеттік мүдделерінің ержүрек әрі батыл қорғаушысы болуға ант етемін. Егер мен өзім қабылдаған әскери антты бұзсам, онда Қазақстан Республикасының заңдарына белгіленген қатаң жазаны кешуге әзірмін. Қазақстан Республикасында қызмет етемін. Болады. Қатарда Анваров, Шайсраилов, әскер ант маған кел. Болады. Ағалдылар болса, қатарда Шайсраилов әскер ант қабылдауға келіп тұр. Мен Қазақстан Республикасының азаматы. Мен Қазақстан Республикасының азаматы Шайсраилов Шайкан Шайсович қарулы күштердің қатарына кіре отырып ант қабылдаймын және Қазақстан халқы мен оның заңын сайлаған президент ақтық деймін. Қалғанша адал болуға өзімнің еген мемлекет конституциясы мен заңдарын қастырып қабылдаған әскери антты бұзсам, онда Қазақстан Республикасының заңдарын белгілеген қатаң жазаны кешуге әзірмін. Қазақстан Республикасына қызмет етемін. Қазақстан Республикасына қызмет етемін. Тапқадыр. Қот болды. Қатардағы аман келді. Тұрғынбай әскер ант қылды. Маған кел. Қот болады. Аға лейтенант мырза, қатардағы Тұрғынбай әскери ант қабылдауға келіп тұр. Қатардағы аман келді. Әскери ант қабылдауға келіп тұр. Мен Қазақстан Республикасының азаматы Тұрғынбай Рахат Талғатұлы қарулы күштер қатарына кіре отырып ант қабылдаймын. Және Қазақстан халқы мен оның заңдарына сайланған президенттің ақ демі қалғанша адал болуға, өзімнің еңбегіммен, конституциясымен, заңдарымен қастерлерін сақтауға салтанатты түрде ант етемін. Өзіме амандылықпен көтеруге ант етемін. Әскери даяқты оқып үйренуге, әскери және халық мүлкін мұқият ұстауға, әскери және мемлекеттік құпияларды қатаң сақтауға ант етемін. Мен өзіз Қазақстан мемлекеттік мүдделерін ержүрек әрі батыр қорғаушы болуға ант етемін. Егер мен өзім қабылдаған әскери антты бұзсам, онда Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген қатаң жазаны кешуге әзірмін. Қазақстан Республикасына қызмет етемін. Тапқадыр. Қот болады. Қатары Садбан. Тұрманов. Әскер ант қылды. Маған кел. Болады. Аға лейтенант мырза, қатардағы Садбан. Аға лейтенант мырза, қатардағы Тұрманов әскер ант қабылдауға келіп тұр.
Мен Қазақстан Республикасының азаматы Құрманов Нұрбек Медетов қарулы күштердің қатарына кіре отырып ант қабылдаймын. Және Қазақстан халқы мен оның заңды сайланған президентіне әбден қалғанша адал болуға, өзімнің егемен мемлекеттің конституциясы мен заңдарын сақтауға салтанатты түрде ант етемін. Өзіме жүктелген міндеттерді әскери ағалар және командирлер мен бастықтардың бұйрықтарын орындай орындауға, әскери қызмет нормалықтары мен құқықтарын табандылықпен бірге мемлекеттік құпияны қатаң сақтауға ант етемін. Мен өз отаным тәуелсіз Қазақстан мемлекеттік мүдделерінің ержүрек әрі батыл қорғаушысы болуға ант етемін. Егер мен өзім қабылдаған әскери антты бұзсам, онда Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген қатаң жазаны кешуге әзірмін. Қазақстан Республикасына қызмет етемін. Құп болады. Ирам, Сауытбек, әскери антқа маған кел. Құп болады. Аға лейтенант бізде қатарда Сауытбек, әскери ант кел. Қатарда Мейрам әскери ант қабылдауға келіп тұр. Мен Қазақстан Республикасының азаматы Сауытбек ағасы Нұрбосынова қарулы күштер қатарына кіре отырып ант қабылдаймын. Және Қазақстан халқымен заңын сайлаған президенті ақпен адал болуға, өзінің конституциясы мен заңдарын қастерлеп сақтауға салтанатты түрде ант етемін. Онда Қазақстан Республикасының заңдарына белгіленген қатаң жазаны кешуге әзірмін. Қолдарыңды қойыңдар ме? Қазақстан Республикасына қызмет етемін. Қазақстан Республикасына қызмет етемін. Көп болады. Құрманәлі, Құдай берген, әскери ант қылды маған кел. Көп болады. Аға лейтенант мырза, қатарда Құдай берген әскери ант қабылдауға келіп тұр. Мен Қазақстан Республикасының азаматы Құдайберген Диас Медетұлы қарулы күштер қатарына кіре отырып ант қабылдаймын. Және Қазақстан Республикасының халқымен оның заңды сайланған президентіне ақ күтемін қалғанша адал болуға, өзімнің егемендік ант етемін. Егер мен өз қабылдаған әскери антымды бұзсам, онда Қазақстан Республикасының заңдарына қатарына кешуге әзірмін. Қазақстан Республикасына қызмет етемін. Тапқа тұр. Көп болады. Файзулла, әскери ант қылды маған кел. Аға лейтенант мырза, қатардағы Файзулла әскери ант қабылдауға келіп тұр. Аға лейтенант мырза, қатардағы әскери ант қабылдауға келіп тұр. Мен Қазақстан Республикасының азаматы Файзулла Нұрсұлтан Нұрмаханұлы қарулы күштер қатарына кіре отырып ант қабылдаймын. Мен өз отанымның тәуелсіз Қазақстанның мемлекеттік мүдделерінің ержүрек әрі батыл қорғаушысы болуға ант етемін. Егер мен өзім қабылдаған әскери ант бұзсам, заңдарына белгіленген қатаң жазаны кешуге әзірмін. Қазақстан Республикасына қызмет етемін. Қазақстан Республикасының қызмет етемін. Қатардағы Сайткулов, Қуанышбек, әскери ант қылды маған кел. Аға лейтенант мырза, қатардағы Қуанышбек әскери ант қабылдауға келіп тұр. Аға лейтенант мырза, қатардағы Сайткулов әскери ант қабылдауға келіп тұр. Мен Қазақстан Республикасының азаматы Қуанышбек Бекзат Әмірханұлы қарулы күштер қатарына кіре отырып ант қабылдаймын. Мен өз отанымның тәуелсіз Қазақстан мемлекеттік әскери антты бұзсам, онда Қазақстан Республикасының заңдарына белгіленген қатаң жазаны кешуге әзірмін. Қазақстан Республикасына қызмет етемін. Көп болады. Қатардағы
Сырғабай, Абу, әскери қыз маған кел. Аға лейтенант мырза, қатарда Сырғабай әскери ант қабылдауға келіп тұр. Мен Қазақстан Республикасының азаматы Сырғабай Мейрамбек Мақсатұлы қарулы күштердің қатарына кіре отырып ант қабылдаймын және Қазақстан халқы мен оның заңдарын сыйлаған президентіме ақтықтем қалғанша адал болуға өзім егер мен өз қабылдаған әскери антты бұзсам, онда Қазақстан Республикасының заңдарына белгіленген қатаң жазаны кешуге әзірмін. Қолдарыңды қойыңдар. Қазақстан Республикасына қызмет етем. Қазақстан Республикасына қызмет етем. Басын көтерін, тек басын көтерін көрмейді. Ақтеміз қалғанша адал болуға, өзімнің егемен мемлекеттік конституциясы мен заңдарын қасиетті сақтауға салтанатты түрде ант етемін. Өзіме жүктелген міндеттерді әскери жағдайларды және командирлер мен бастықтарды әскери қызметтің ауыртпалықтары мен қиындықтарын табандылықпен көтеруге ант етемін. Әскери және халық өлкесін мұқият ұстауға, әскери және мемлекеттік істерді қатаң сақтауға ант етемін. Әскери ант жауынгерлердің отанына, халқына, президентіне, өзінің әскери борышына адалдығын білдіретін серті. Құрметті жас сарбаздар, сіздерді әскери ант қабылдау мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай, көк байрағымыз қалықтай берсін. Ата-аналар және көрермендер, сіздердің де балаларыңыздың әскери ант қабылдауымен құттықтаймыз. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Уважаемые молодые солдаты, от чистого сердца поздравляем вас с принятием военной присяги. Пусть в нашей стране царит дружба и согласие. Родители, поздравляю ваших детей с принятием военной присяги. Всем удачи, до скорых встреч. Майор мырза, 147 сарбаз әскери ант қабылдады. 3-ші рота командирі майор Айманбет. Еркін тұр! Еркін тұр! Қапқа тұр! Қап болады. Оқу пункті жүр! Тік тұр! Азар! Ортаға! Полковник мырза, 55-1 әскери бөлімнің оқу пунктінің жеке құрамы 442 сарбазы әскери ант қабылдады. Оқу пунктінің бастығы майор Зарипов. Жас сарбаздарды әскери ант қабылдауыменен құттықтаймын.
Ергендер. Құттықтау сөзі 55-71 әскери бөлім командирі полковник Есжанов Баянғали Абдуғаниұлына беріледі. Құрметті офицерлер, сержанттар және сарбаздар. Бүгін біз әскери бөлімге салтанатты күн, яғни жас сарбаздар ант қабылдау рәсімін өткіздік. Сіздер біздің әскери ұжымның тең қатарына түстіңіздер. Әскери қызмет Қазақстан Республикасы әрбір азаматының құрметті міндеті болып табылады. Мемлекеттік қызметтің маңызды түрі әскери борышты орындаумен байланысты. Сіздер, жас оқытушылар, сапта тұрып жолдастарыңыз, командирлеріңіздің алдында қолдарыңыздағы қару ала отырып, Қазақстан Республикасының халқы мен президентіне адал қызмет етуге салтанатты түрде ант бердіңіздер. Бүгіннен бастап сіздердің әскери жолдағы ойларыңыз адал болу керек. Қазақстанның ұлттық ұландарының абыройын арттыруға өздеріңіздің үлестеріңізді қосыңыздар. Отанымыздың нағыз ұлдары болыңыздар. Отандастар алдында әскери қызметшінің дәрежесін арттырар және үлгілі қызмет етіңдер. Сендер әскери міндетті мүлтіксіз орындауының үлгісі болатындарыңа отан қорғаушысы атағын абыроймен өтеулеріңе сенімдімін. Келесі сөз кезегі Маңғыстау облысы Ақтау қаласынан шақырылған 2-ші оқу ротасы 4-ші взвод 1-ші бөлімшесінің жас жауынгері қатардағы Абдулла Мейрамбек Жеңісұлына беріледі. Бармысыздар аса құрметті мәртебе және де ардагерлер, офицерлер мен сержанттар және құрметті қонақтар. Міне бүгін көзді ашып жұмғанша әскердегі 30 күнді артқа тастап, салтанатты түрде әскери ант қабылдау мәртебесіне де келіп жеттік. Біз үшін Қазақстан Республикасының 29 жыл толуымен және әскери антты қабылдап, ұлттық ұлан сарбаздарының қатарына қосылу үлкен қуаныш, мәртебе. Мен қатардағы Абдулла Мейрамбек Жеңісұлы ұлттық ұланның 55-71 әскери бөліміне отан алдындағы қасиетті борышын өтеуге келгеніме шын жүректен қуаныштымын. Құрметті генерал мырзалар және де ардагерлер, офицерлер мен сержанттар және құрметті қонақтар. Біз жас жауынгерлер бір жұдырықтай жұмылып, жауынгерлік жанұядай ұйысқан ұлттық ұлан елі мен халқына қорған атты ұранмен әскери борышымызды адал атқарамыз және сіздердің үміттеріңізді ақтап, әскери бөлімнің жауынгерлік туын биікте желбіретеміз. Құрметті сарбаздар, қарулас жолдастар, ұлы қолбасшымыз Бауыржан Момышұлы атамыздың алтын сөздерінің бірі: тәртіпсіз ел болмас, тәртіпке бас иген құл болмас деген. Сондықтан біз темірдей берік әскери тәртіпті бұзбай, үлгілі сарбаз, ержүрек жауынгер, жас ұрпақ, жас жауынгер, мына үміт артып отқан қазақ жұртының сенімін ақтап, берген антымызға адал болып, отан алдында қасиетті борышымызды адал атқарып, ұлым, балам, інім, ағатайым деп күтіп отырған жақындарымызға, ағайын туысқа аман есен абыроймен оралуға тілектеспін. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Слово для выступления предоставляется солдату-стрелку 3-го отделения 1-го взвода 1-й учебной роты рядовому Петрову Антону Анатольевичу, призванному из Павлодарской области, города Экибастуз. Здравствуйте, многоуважаемые господа, а также генералы, офицеры, сержанты и уважаемые гости. Мгновение ока пронеслись первых 35 дней нашей службы. И для нас большая честь торжественно принять военную присягу. Мы рады и горды тем, что принимаем присягу именно в канун 29-летия Национальной гвардии Республики Казахстан. Я, рядовой Петров Антон Анатольевич, военнослужащий воинской части 5571 Национальной гвардии. Для меня будет честью выполнить свой священный долг перед Родиной именно здесь. Я безмерно рад этому. Многоуважаемые господа, генералы, ветераны, офицеры, сержанты и уважаемые гости, мы, воины, должны быть едины.
громким девизом «Национальная гвардия единая, боевая семья». За нами народ, за нами страна. Идти вперед и поднимать боевое знамя воинской части все выше и выше. Уважаемые солдаты, сослуживцы, одно из золотых слов нашего президента Республики Казахстан, Верховного Главнокомандующего Токаева Касым-Жомарта Кемелевича, мы дети народа, для которого честь всегда была превыше всего. Так что мы должны быть тверды, как сталь, быть примерными солдатами, быть храбрыми, примером для молодого поколения и гордостью для офицеров и сержантов. Оправдать все ожидания нашего народа и быть верны нашей военной присяге. Мы должны выполнить свой священный долг перед Родиной и вернуться домой. Ведь дома нас ожидают наши родные, отцы, матери, братья, сестры и друзья. Спасибо за ваше пристальное внимание. Утобе, Запкатор. Адам! Бас! Оқу пункті Жүл! Тік тұр! Мен қазақпын атты өлеңін айту үшін орындадым! Бас! Запкатор. У взвода! Алға!
Зіл. Ту астына. Сектор. Назар. Солға. Қадам. Бас. Еркіндер. Осыменен әскери ант қабылдау рәсімі салтанатты бөлімі аяқталды. Қазіргі уақытта оқу пунктінің бастығы, рота командирлері жеке құрамының қару-жарағын тапсырып, уақытымен белгіленген іс-шараларға ары қарай кірісті. Оқу пунктінің бастығы жеке құрам сіздің бұйрығыңыз бойынша. Оқу пункті тіктір! Еркіндер! Және де сіздердің назарларыңызға біздің әскери оркестрдің дайындаған әні менен өлеңдері бар. Соны құрметті көрермендер назар алып қарсы алыңыздар. Құрметтеріңізге рахмет. Құрметті ата-аналар, мына біздің 55-71 әскери бөлімінің оркестрі. Қазір назарларыңызға осы оркестрдің дайындаған жақсы бір күшті бейне таспасын тамаша қылыңыздар. Тойлет айтшы, мен тұрған жерге.
Құрметті ата-аналар, осыменен біздің бірде 2020 шақырылым сарбаздары Алматы қаласында орналасқан ұлт ұланның 55-71 әскери бөлім сарбаздарының әскери ант қабылдау шарасы соңына жетті. Барша ата-аналарды осы тікелей эфирімізді көріп отырған балдарыңызды әскери ант қабылдағанмен құттықтаймыз. Және де қазір мынау тікелей эфирді көріп үлгермеген ата-аналарымызға айта кететін жай, кешегі жіберген жарнамамыздың ішінде 55-71 әскери бөлімі атты әскери бөлімнің YouTube желісінде өзінің жеке каналы бар. Сол каналдың ішіне бүкіл взводтарды, жеке құрамның түсірілген әскери анттарын кешке дейін жүктейтін боламыз. Назарларыңызға рахмет, баршаңызға қош сау болыңыздар.